Selam dostlar. Так, сонымен окуняны 5 минутта қалай сызып үйренуге болатынын көрсетемін. Угловой, прямойды ғана көрсетейін. Окуняның ұзындығын бересіз. Потолокқа дейінгі размерді бересіз, сосын фартукқа дейін размерді бересіз. Көбінше осы екеуі ғана өзгереді, үшеуі. Сөйтеміз де мысалы нижней секция. Мен енді мына жерде 500-500-ден 4-ге угла салуға болады, мысалы да. Маңызды емес қой қазір. Сөйтемін де мысалы қандай бар, солай қоя бересің. Üstüne de мысалға үсті өзгермей қойсыншы. Так, болды. Рисовать дейсің, бітті. Так, міне шықты. Енді түсінікті ол енді. Өшіре салайын. Енді угловойда тура түзу сияқты ғой, бірақ мына жерде міне қараңыз. Мына схеманың қайсысын таңдасаңыз да, осы угловой арқылы А-Б-ға бөлеміз. Енді ана қазір түсіндірем, көрсетіп алайын. Так, мына жерге бір угловой сала салайын. Мына жерге мынаны сала салайын. Енді 850, 834. Так, мыналарды енді мен мынаны 1000 қыламын, 932 қыламын. Мен жай жаттап алған санды беріп жатырмын. Андак негізінде дизайныңызға сәйкес бере бересіз ғой. Мына жерде енді қараңыз, мен қазір әдейі размерде бүйтіп қате беріп қояйын. Ол қате размеріңізді өзі айтады. Мынанша артық кем деп, сосын есептеп жатып басыңызды көп ауыртпай қоюға болды. Сонымен енді міне угловойда келді. Енді детальдерек күн шығара салайын. Егер алдындағын жаппасаң, қазір ол ашықтыр деп айтады, соны жаба салайын. Міне, мынаны басасың, шығады, мына бөліп тастау керек. Мына жерде міне сметасы қанша расход, міне хдп, лдсп, мдф көп шығарып берді. Ал енді 932 не үшін болғанын түсіндіріп жіберейін. Мына жерде біз былай бердік. Выступ столичницы, мына корпустан есептеледі, корпустан 32 мм алға қарай шығардым. Жерде 16 фасадқа, 16 былай шығардым. Сосын планка 32, оны қазір бөлек түсіндірем. Низ 500. Неден өзі столичницамыз 600, 600-ден 32-ні алсаңыз 68, міне арта қалды. Енді мына жақпен стиктеген кезде столичница 2 метр болғанмен корпустың размері 68-ге кем болады. Енді мына жерде 932 емес, екеуіне бөліп басқаша ойластыруға болады. Бірақ мына жерде мен жалпы принципін түсіндіру үшін ғана не қылдым. Өйткені міне қараңыз. Мына жақта міне үстін қараңыз. Фасадты тең бөлдім міне әдейі. Мына жақта бөлген жоқ, не болды мысалы. Ол кейде бөлуге болатын жағдай болады, кейде бөле алмай қаласыз. Өйткені вытяжканы келтірем дейсіз де, дәл келтіру керек болады. Ал енді мынау неге 16 кем екенін түсіндірейін. Негізінде қараңыз. Столичницамыз бізде мынада мына бұрышқа дейін алған кезде 2 метр. Мынау 60. Енді қараңыз, бағана мына жерде 16 кетті ме? 32 планка не қылды? Көрдіңіз бе? Мына жерде неміз былай қарай. Так, спрос координат. Разъединить. Неміз былай қарай. 16 мм-ге былай қарай шығып кетті столичница қарай. Өйткені мына жерде планка бар. Есіктің ашылуы үшін, не қылу үшін. Осындай болғандықтан, мынау 16-ға не қылды. Онда енді дизайн жасаған кезде ескеріп, оны жасауға болады. Көрсеткім келген жалпы осы болған.